Антропология дегеніміз грекше антропос яғни адам туралы ғылым. Ол адамның шыққан тегін, оның барлық кезеңде бірдей даму типін зерттейді. Ушинскийдің педагогикалық антропология деген еңбегі бар. Тұлға дегеніміз қоғамның саналы мүшесі. Өмірге өзіндік белгілі бір көзқарастары, қарым-қатынастары бар. Жеке моральдық талаптары, өзіндік психологиялық қасиеттері бар жан иесі. Жеке тұлға дегеніміз әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттердің субъектісі ретіндегі индивид. Ал индивид дегеніміз адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілін білдіреді. Әлеуметтендіру дегеніміз мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен құндылықтың игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру. Әлеуметтендіру, әлеуметтік бейімделу және әлеуметтік кемелдену болып қарастырылады. Жеке тұлға дегеніміз Выготский бойынша адамның қоғамдық сипатын танытып, оның өмірі барысында өзіне топтаған әлеуметтік сапалар мен қасиеттер жиынтығын білдіреді. Тугариневтің зерттеуі бойынша жеке адамның сапалық белгілерін көрсетті. Ол саналылығы, жауапкершілігі, даралығы, жеке басының қадір-қасиеті, еркіндігі, қоғамдық белсенділігі. Рубинштейннің зерттеуі бойынша жеке адамның бойындағы өз әрекетін ойластыра білуі, жауапкершілікті сезіну қабілетінің болуы, өз бетінше дербес әрекет жасай білуі жеке адамның мәнді белгілері деп айтып кетті. Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар: орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық. Әлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы күштері: мегафактор, макрофактор, мезофактор және микрофактор болып төртке бөлінеді. Тұлғаның дамуына әсер ететін іс-әрекеттің түрлері: ойын, оқу, еңбек, таным болып төртке бөлінеді. Даму дегеніміз бір күйден екінші күйге өту процесі. Сапалық күйден жаңа сапалық күйге өту, қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға өту. Ғалым Андреев тұлғаның өзін өзі басқаруына қатысты мағыналық тоғыз мағыналық қабілеттерді ажыратады. Яғни, өзін өзі жетілдіру, өзін өзі бағалау, өзін өзі бақылау, өз бетінше іс-әрекет жасай алу, өз өзіне сендіре алу, өз өзін белсендіру, өзін өзі ұйымдастыру, өзін өзі анықтау және өзін өзі тану. Назарларыңызға